Кейде біздің қазақтың жуастау мінезіміз осындай болып кеткен, аттан түсіп қалғандығымыздан деп көремін. Голощекин деген 32 жылғы ашаршылықта жылқы біткенді жусатып қырып салды. Қазақ аттан түсіп жаяу қалды. Аттан түскеннен кейін біз момын ұлтқа айналдық. Ал енді қазір қарайық, кез келген ауылдағы ең мінезі жуас, қой аузынан шөп алмайтын бір жас бозбаланы, болмаса жігітті, болмаса ер азаматтың өзін тіпті атқа мінгізіп, бір айналдырып, шапқызып, аттың етін қыздыртып, кең даланың төсіменен танауына желді кіргізіп, көзінен жасты парлатқызып, бір айналдырып шауып келсінші сол адам. Содан кейін қараңыз, тіпті дәрігерлер ақ өлшесін, екеуінің аралығы қандай екен. Анау жуас қалпынан, аттың үстінен келгендегі қалпын екеуін салыстырып қарайтын болса, аттың үстіндегі қалпы ол таза қазақтық қалпы. Біз сол қайнарды, сол қайсарлықты, сол ұрықты жоқ, аттан түскеннен кейін содан айырылдық. Сондықтан қазақтың әр азамат атқа міну керек қайтадан. Біздің қазақтың жігіттері күш қуат керек болатын болса, намыс керек болатын болса, қайрат керек болатын болса, атқа мініп тұру керек. Осыдан басқа ем жоқ бізге. Осыдан басқа қайратты қайтаратын жол жоқ. Біз ана заманда қазір машинаға мініп, Мерседесің, Тойотаң 200 км сағатына жылдамдықпен жүр. Сен атпен шауып, аттың үстіндегі даланың боз даланың үстін арыңдатып құйғытып келе жатқан кездегі алатын тынысыңменен аттың құйындатқан тақымыңды қысып шапқан кездегі беретін күш құдіреті сен оны ала алмайсың. Қанша ракетамен ұшыңыз, бәрібір сіз аттың үстіндегідей әсерді ала алмайсыз. Үлкен мегаполистер Алматының жанынан, мысалы Қапшағай, мысалы біз тек қазір казиноны жайнатып қойып жатырмыз. Этно ауылдар салу керек. Астананың маңынан этно ауылдар салу керек. Шағын. 3 ай каникулға шыққан бала қайда барады жазда? Жарайды, атасы мен әжесі болса, ауылды болса, соған барады, сол жерден көреді. Ал енді қаланың қаншама баласы осы қаланың табанын тозып, асфальтты тоздыртып, бостан босқа жүреді. Жаңағы лагерь деген, баяғы лагерь, советтік лагерь деген ұғымның орнына, пионер лагерінің орнына этно ауылдарды жасап, соларға апару керек. Жатқызу керек. Қымызды ішсін, етті жесін, атқа мінсін, таймен ойнасын, жарысын, сол далада жаңағы қазақтың ұғымы сол кезде келеді. Сол жерде тәрбиешілер ертек айтсын, сол жерде жаңа мақал-мәтелдер конкурс өткізілсін, сол жерде күй тартылсын, сол жерде қазақтың әні шырқалсын, алтыбақан құрылсын, ақсүйек ойнасын. Міне, сондай этно ауылдар арқылы ғана біз қайтадан қазақтың қалпына рухын әкеле аламыз. Халқымыздың ертеңі жақсы болады деп ойлаймын өзіміз. Өйткені азаттығымыз бар. Басымыз қазір тәуелсіз болғанда елдік, мемлекеттілік дегенге орнықты. Қайтадан жоғалған рух, шәкәрімді 40 жыл құдыққа көміп тастаған сүйегі ашылып, кейін аршып алдық. Атына татқызған жоқ. Бәрібір сол мұра қайтып келді. Бәрібір алаштың идеясы қайтып келді. Бәрібір азаттық идеясы қайтып келді қазаққа. Өлтірді, асты, айдады, қырды, бірақ бәрі қайтып келді. Сондықтан осыны біз сезінуіміз керек. Осыны сақтауымыз керек және күшейтуіміз керек. Сол кезде ғана біз берекелі, үлкен, дәулетті, сәулетті, жақсы ел боламыз деп ойлаймын.